Армысыздар, құрметті оқушылар. Мен Азат Бейсенбайұлы, тарих пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Менің педагогика келуіме бірден бір себепкер болған тұлға бұл Асқар Сатыбайұлы. Соның оқытқан, үйреткен, маған қатты ұнайтын еді. Содан өзінде де осы кісі сияқты болсам, осы кісіден алғанымды оқушыларға үйретсем, соны жеткізсем дейтін мақсатпен осы бір тарихты, осы бір педагогиканы таңдаған болатын. Оқушы болғанда өте жақсы оқыдым. Берілген тапсырмалар тиянақты, уақытылы орындауға ұмтылатынмын. Соның нәтижесінде мектепте жақсы оқыдым. Мектепте ұнатпаған пән іздегеннен гөрі мен үшін қиындық тудырған пәндер болды. Бұл алгебра және геометрия пәндері. Ұлттық бірыңғай тестілеуді 2010 жылы тапсырдым. ОБТ-да жинаған балым 118 балл. Қазақстан тарихынан 25, дүниежүзі тарихынан 25, қазақ тілі 25, математика 20, орыс тілден 23 балл жинаған болатын. Мектеп кезінде өте қызықты оқиғалар өте көп. Соның бірі тәуелсіз бақылау, деканский деп аталады. Сол кезде бірақ қана ереже болатын, жан-жағына қарауға мүлде болмайтын. Соны ұмытып кетіп мен жаныма қарап қалып, бір оқушымен сөйлесіп қалып, соны байқап қойған бақылаушы Құралай апай мені оқшаулап жеке бір кабинетте тапсырған кездерім әлі есімде. Оқушылардан бірінші кезекте еңбекқорлықты, табандылықты, ізденімпаздықты, сол нәрселерге аса көңіл бөлемін. Мен беретін сыныптардың барлығы сүйікті. 7-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін барлық сыныпқа сабақ беремін. Барлығы мен үшін керемет, ең сүйікті сынып болып қала береді. Мен үшін сүйікті оқушылар бар, олардың саны да жеткілікті, бірақ ішінде ерекше қылып айтатын кейбір оқушыларым бар. Ол 2017 жылы бітірген Аубакерова Ақмарал, 2019 жылы бітірген Тілекқабыл Салидат, 2020 жылы бітірген Серікбай Әйгерім мен Жұматова Әйгерім. Бұл оқушылар осы мектеп тарихында физика, математика бағытында оқи отырып, облыстық, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Мен сабағымда 10 балл үшін көп жұмыстану керек. Мен оқушыларға қоятын талабым сол: еңбек, бәрін жеңбек, берілген тапсырмаларды уақытылы, тиянақты орындап жеткізіп отырса, әрбір оқушыға 10 балл беріледі. Сонау 2014 жылы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық университетін бітіруге тәмам маған осы мектептің іргесін қалаушы Нәсіпқали Дәулетұлы хабарласып, тарихтан сабақ бер, кел, өзін оқыған мектеп деп сөйтіп шақырған болатын. Сөйтіп осы мектепте жұмыс жасап келе жатырмық сол күннен бастап. 2019 жылы түлектер өте керемет, ұйымшыл, еңбекқор, табандылықтың арқасында ұлттық бірыңғай тестілеуде де жоғары балл жинады. Бұл оқушыларыма өмірде де үлкен жетістіктер мен жемістер тілеймін. Бөліп жаратын жоқ, 2020 жылға түлектерге де сәттілік тілеймін. Алар асуларымен басар белестер көп болсын. Бұл сынып түлектер де өте мықты, өздерінің ізденімпаздығымен, еңбекқорлығымен талай жетістікке жетеді деген ойдамын. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол дейтін қазақтың даналы сөзі бар. Сол себепті басқа елге көшу, ояқта оқу, тоқу, жұмыс жасау дейтін мүлде ойымда жоқ. Лицейге түсу ондай аса бір қатты қиын емес. Оқушы мектеп кезінде оқыған программалар сол бағдарламалардан келеді. Тек қана соны игерген оқушы осы жерге сәтті тапсырып өтіп шығуға мүмкіншілігі көп. Келіңіздер, күтеміз. Болашақта мен баламды спорт саласында көргім келеді. Соның ішінде күрес саласына бергім келеді. Неге? Өйткені менің балалық армандардың бірі осы күреспен айналысу, сол күрес жолында үлкен жетістікке жету. Сол мақсатта баламды спорт саласына көргім келеді. IT лицей туралы мен сонау 2005 жылдан бастап жаңалықтан естіген болатым. Ол кезде менің 6-шы сынып бітірген кезім. Содан бастап осы мектепке түсуді армандадым. Ол кезде тек қана 9 бітіргеннен кейін алатын болғаннан кейін 2008 жылы осы мектепке тапсырып, қабылданып, оқушы атандық. Мен үшін үлгі тұтар адам әкем және анам. Құрметті оқушылар, осымен сұрақ-жауап айдары аяқталды. Сұрақтарыңызға үлкен рахмет.
оқуларыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Жеңісті де жемісті күндеріңіз көп болсын.